мұғалімдері. Міне бүгінгі авторлық жұмыстардың маңыздылығы бойынша осы онлайн семинарға қош келдіңіздер деп айтып отырмын. Бұл онлайн семинардың маңыздылығы неде? Бұл біздің пән мұғалімдерінің өздерінің шығармашылық жұмыстарын көпшілікке тарату, яғни өз тәжірибесімен бөлісу. Осы ретте бізде қазір өздеріңізбен бірге 178-ші мамандандырылған лицейдің тәжірибелі ұстаздары, педагог зерттеушілері қатысып отыр. Қазіргі талап бойынша, аттестация жүйесі бойынша барлық мұғалімдерден, зерттеушілерден де, шеберлерден де авторлық жұмыстармен және сұралып отыр, және оның трансляциясы. Бүгінгі семинар осы мақсатта іске асырылып отыр. Сондықтан бүгін сіздер біздің тәжірибелі ұстаздарымыз Әуелбекова Айнұра Мейірхановнаның, Нусупалиева Дариға Қамысбековнаның және Досқожаева Нұргүл Ешебековнаның жұмысымен танысасыздар. Сізге сәт әріптестер, сіздерге сенім артамыз, еңбектеріңіз жарқырай берсін. Thank you very much. Next, our teacher is Нусупалиева Дариға Қамысбековна, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі, педагог сарапшы, нөмір 170 мамандандырылған лицейдің. Good morning, dear colleagues. I'm so glad to see you today. There are a lot of teachers that I have known from all over the Kazakhstan. I hope that. And the theme of the author's work is the main peculiarities of how to. I'm sorry. How to say the profitable way to teach grammar in English for 9th grade. Ағылшын тілі пәнде оқушыларға грамматиканы тиімді оқытудың жолдары менше болса ең маңызды деп ойлаймын. Сол себепті де мен авторлық жұмысымды осы салада алдым. Өйткені балалардың ағылшын тілінде сөйлеуі, тілдік дағдыларының қалыптасуы бұл қажетті тәсілдерді қажет етеді. Так. Грамматиканы оқытудың маңыздылығы, грамматика ағылшын тілінде сөйлеудің, жазудың, оқудың негізгі болып табылады. Ол сөздердің байланысын анықтап, сөйлемнің дұрыс құрылымын қалыптастырады. Мақсаты грамматика оқытуда оқушыларға ағылшын тілінде сөйлемді дұрыс құруға және оның мағынасын түсінуге көмектеседі. Грамматикада құрылымдары енгізудің әдістеме тәсілдері. Жаңа грамматикалық құрылымды енгізу кезінде оқушыларға оны түсіну үшін жеткілікті уақыт беруіміз қажет. Екінші, құрылымды түсіндіру кезінде көрнекі құралдарды, мысалы суреттерді, диаграммаларды және мысалдарды пайдалануымыз қажет. Үшіншіден, оқушыларға жаңа құрылымды қолдануда мүмкіндік беру үшін практикалық жаттығуларды, ойындарды жиі қолдануымыз қажет. Оқушылардың жас ерекшелігін ескере отырып, мен авторлық жұмысымды сол 9-шы үшін алдым. Оқушыларға грамматикалық ережелерді түсіндіру кезінде мысалдар, жаттығуларды кеңінен қолдану, оқушыларға грамматикалық ережелерді, күрделі сөйлемдерді талдау және эссе жазу, бекіту керек. Енді өздеріңіз біліп отырғанда, қазіргі таңда балалар IELTS халықаралық емтихандарын тапсыруда, осының бәріне негізгі құрылымы грамматиканы дұрыс білу деп ойлаймын. Грамматикалық ойындар мен жаттығулардың тиімділігі ойындар, яғни ойындар оқушылардың грамматикалық білімдерін жаттықтыруға және тілді қолдануға ынталандыруға мүмкіндік береді. Жаттығулар оқушыларға грамматикалық ережелерді, олардың қолдану тәжірибесін жинауға, олардың білімдерін бекітуге көмектеседі. Өздеріңіз көріп отырғанда, бірнеше осы көрнекі құралдар да грамматикалық меңгеруге балаларға үлкен әсерін тигізеді. Соның ішінде суреттер. Суреттер грамматикалық құрылымды түсіндіруге және оқушыларды есте сақтау қабілетін жақсартуға көмектеседі. Ал видеолар грамматикалық құрылымдық еркін қабылдауын көрсетіп, оқушыларға және оны жақсы түсінуге, есте сақтауға көмектеседі. Диаграммалар грамматикалық ережелерді визуалды түрде көрсетуге, оқушыларға оларды жақсы түсінуге көмектеседі. Яғни АКТ-ны қолдану арқылы грамматикалық оқыту процесті пайдалану, біріншіден оқушыларға грамматикалық ережелерді түсіндіруге, олардың білімдерін бекітуге, арналған онлайн ресурстарды пайдалануға. Екіншіден, интернеттен табылған видеолар мен аудио жазбаларды оқушылардың тілдік дағдыларын дамыту үшін қолданылады.
Үшіншіден, актыны оқушылардың грамматикалық білімдерін бағалау үшін пайдалануға болады. Енді оқушылардың бағаларын әдістерін қалыптастыру бұл 3 жолда жақсы жүргізіледі. Бірінші, ауызша бағалау. Оқушылардың грамматикалық білімдерін ауызша сұрақтармен бағалап отыру қажет. Екінші, жазбаша бағалау. Оқушыларға грамматикалық ережелерді қолданып, талап ете білетін жазбаша жұмыстарды беру. Үшіншіден, ойындар мен жаттығулар. Ойындар мен жаттығулар арқылы оқушылардың грамматикалық білімдерін бағалау. Қазіргі таңда біз бірнеше платформалар қолданамыз. Сол платформалар оқушылардың грамматикалық білімін қалыптастыруға өте атап өтетін болсам, Jeopardy.com, Genially және бәріміз қолданып жүрген қорытындылай келе мен ұсыныстарда грамматиканы тиімді оқыту, оқушылардың ағылшын тілінде сөйлеу және оқу дағдыларын дамытуда маңызды рөл атқарады. Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, олардың қызығушылығын арттырып, оларды жаттығуда қолдана білу қажет. Егер де қажет болып жатса, өзімнің авторлық бөлімге бөлісуге дайынмын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет көп. Дариға Исакова Елена Николаевна, учитель английского языка, гимназия номер 111, педагог-исследователь, презентация программы English Grammar Primary School for кәдімгі не бар ғой, контент хозяюші. Для третьих классов. Елена Николаевна, мы ждем вас. Dear colleagues, I'm glad to meet you here at our webinar, and I would like to present you my program, English Grammar for Primary for the 3rd grade. Хочу я начать. Пожалуйста, попросили здесь коллеги отключить микрофоны, наложение звука. Пожалуйста, уважаемые коллеги, я хочу начать свою презентацию программы с замечательного высказывания великого педагога, психолога Шалвы Александровича Аманашвили. Каждый урок должен быть осмыслен педагогом как подарок детям. А мы с вами знаем, чтобы это был действительно подарок, он должен быть упакован в красивую упаковку. Вот прежде чем составить программу,